сәлеметсіздер балалар. Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Касенова Айгүл Туракановна. Сендермен математика пәнінің 8-ші аптаның 4-ші сабағын ұсынамыз. Күн тапқыр ойын арқылы фигуралардың боялған бөліктерін табыңдар. Енді тапсырмаларыңды тексеріп көрейік. Бірінші фигура 7 бөлікке бөлініп 4 бөлігі боялған. Екінші фигура 16 бөлікке бөлініп 9 бөлігі боялған. Үшінші фигура 16 бөлікке бөлінген 4-еуі боялған. Төртінші фигура 8 бөлікке бөлініп 4 бөлігі боялған. Бесінші фигура 10 бөлікке бөлінген 3 бөлігі боялған. Алтыншы фигура 9 бөлікке бөлінген 5 бөлігі боялған. Тапсырмаларың дұрыс болса балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы санның бөлігін табу және бөлігі арқылы санды шаманы табу. Сабағымыздың мақсаты шаманың бөлігін және бөлік бойынша шаманы табу, жартысын, 3-тен 1, 4-тен 1, 10-нан 1 бөліктерін табу. 100-ге дейінгі және 100-тен санның бөлігін және бөлік бойынша санды табатын боласыңдар. Ал енді балалар, барлығымыз суретке қарайық. Суретте нені көріп отырсыңдар? Яғни қарбыз. Осы қарбыздың массасы 8 килограмм екен. Жарты қарбыздың массасы неше килограммға тең? Яғни жарты қарбыздың массасын қалай табуға болады? 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 болады екен. Яғни жарты қарбыздың массасы 4 килограмм болады екен. Балалар, санның үлесін табу үшін берілген санды үлестің санына бөлу керек екен. Ал енді балалар, осы есепке кері есеп құрастырайық. Жарты қарбыздың массасы 4 килограмм. Қарбыздың барлық массасы қаншаға тең екенін табуымыз керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Яғни санды үлесі бойынша санды табу үшін алынған үлестің санына көбейту керек. 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. Қарбыздың барлық массасы 8 килограммға тең екен. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Бұл қай сан? Барлығымыз жазамыз. 100-дің жартысы, 10-ның 10-нан 1-і, 30-дің 3-тен 1-і, 80-ның 4-тен 1-і. Бөлігі бойынша бүтін санды анықтаңдар. Төмендегі дискриптор арқылы орындауға болады. Бірінші, берілген сандардың бөлігін анықтап аласыңдар. Екінші, үлесі бойынша бүтін санды табасыңдар. Енді тексеріп көрейік балалар. 100-дің жартысы 2, 10-ның 10-нан 1-і 1, 30-дің 3-тен 1-і 10, 80-ның 4-тен 1-і 20. Енді бөлігі бойынша бүтін санды табайық. 250 6 бөлікке бөлінген. Оның бүтін саны 1500 екен. Ал енді балалар, тапсырмамызды цифрлы таяқшалар әдісі арқылы тексеріп көрейік. Егер тапсырмаларың дұрыс орындалған болса, бірінші таяқшаны таңдаңдар. Егер тапсырмаларыңнан 1-2 қате келсе, екінші таяқшаны таңдайсыңдар. Егер тапсырмаларында көп қате келсе, үшінші таяқшаны таңдаңдар. Енді балалар, келесі екінші тапсырманы орындап көрейік. Есепті шығарыңдар. Қара өрік ағашынан 20 килограмм жеміс жинап алынды. Ыдысқа жемістің жартысын, 5-тен 1-ін, 4-тен 1-ін салғанда, әр ыдыста қанша килограмм қара өрік болды? Мен тексеріп көрейік балалар. Әр ыдыста неше килограмм өрік болған екен? 20-ны 2-ге бөлеміз 10, 20-ны 5-ге бөлеміз 4, 20-ны 4-ге бөлеміз 5. Яғни есептің жауабы әр ыдыста 10 килограмм, 4 килограмм,
5 килограмм бар екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар тапсырмаларыңды сиқырлы таяқшалар әдісі арқылы тексеріп көрейік. Егер тапсырмаларыңды дұрыс орындасаңдар, бірінші таяқшаны таңдайсыңдар. Егер тапсырмаларынан бір-екі қате келсе, екінші таяқшаны таңдайсың. Егер тапсырмаларыңнан көп қате келсе, үшінші таяқшаны таңдайсыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты шаманың бөлігін және бөлік бойынша шамаларды табу. Яғни бүгінгі сабақта не үйрендік? Санның бөлігін табуды үйрендік. Бөлігі бойынша санды табуды үйрендік. Бүгінгі сабақ бойынша білім саны бойынша білімімізді бағалап жіберейік. Яғни сабақты өте жақсы түсіндің, қызықты болды десеңдер, бірінші сандықты таңдайсыңдар. Егер сабақты жақсы түсіндің десеңдер, екінші сандықты таңдаңдар. Егер тақырып бойынша әлі іздеуім керек десеңдер, үшінші сандықты таңдаңдар. Үйге тапсырма. Оқулықтың 12-ші беттегі 5-ші есепті шығар. Бір жәшік алманың 4/1 бөлігі 4 килограмм татады. Жеміс толы жәшікте неше килограмм алма бар? Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.